Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын менің арнама жазылып, лайк басып төменге пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса сабағымызды бастайық. Үшінші сабақ — байлығым байтақ елім. Монолог құрай аламын. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбымен негізгі ойды анықтауды, тірек сөздермен монолог құрауды үйренемін. 11-ші жаттығу — мәтінді түсініп оқы. Өте ертеде бір дана қария дүниеден өтерінде қасына ұлын шақырып алып: балам, дүниемен қоштасар күнім жақын. Өзіңе қалдырып бара жатқан асыл қазынам бар. Сен оны іздеп тап, ұқыпты пайдалан, ұқсатып қолдан депті. Күндердің күнінде бала әке қалдырған қазынаны іздеймін деп әбден шаршайды. Бірақ әкеден қалған қазына таптырмайды. Амалы таусылған бала ел ішіндегі көпті көрген бір қариядан ақыл сұрай барады. Әкеңнің сөзі рас, балам. Оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой. Бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ деп, кемеңгер қария аталы сөздің шешуін айтып. Мәтін кім, не туралы? Мәтін тілден қымбат қазына жоқ екендігі туралы. Екінші, негізгі ой айтылған бөлікті көшіріп жаз. Бұл жерде негізгі ой айтылған бөлік мәтіннің үшінші бөлігі. Әкеңнің сөзі рас, балам. Оның саған қалдырған қазына мұрасы тіл. Әкең сөзге шешен кісі еді ғой. Бәріміз де сөз асылын сенің әкеңнен үйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ деп, кемеңгер қария аталы сөздің шешуін айтыпты. Яғни осы бөлікті көшіріп аламыз, құрметті оқушылар. Үшінші, қайсысы мәтіндегі негізгі ойдың қысқаша атауы болатынын таңда. Тіл қымбат қазына, әке аманаты, аталы сөздің шешуі. Бұл жерде тіл қымбат қазына деп алып отырмыз. Келесі 12-ші жаттығуға назар аударайық. Мақал-мәтелдерді жатқа жаз. Өнер алды қызыл тіл, сөзден асқан байлық жоқ, тілден асқан жүйрік жоқ. Сөз қадірін айтқан білер, жол қадірін жортқан білер. Жоғарыдағы мәтіннің мазмұнына бұл мақалдан қайсысы сәйкес келеді? Бұл мақалдың сөзден асқан байлық жоқ, тілден асқан жүйрік жоқ деген сөз дөп келеді екен. 13-ші жаттығу мәтін білу. Мен қазақ тілімін. Мен сөзді қорғабай, өте көркем тілімін. Мейлінше орал, таза тілдердің қатарындамын. Қазір мен мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болдым. Жыл өткен сайын қанатымды кеңге жайып өрістеп келемін. Қазақ елі менімен мақтанады әрі мені құрметтейді. Бұл мәтін диалогты әлде монолог бе? Бұл монолог болады, яғни монолог. Монолог туралы білетінімізді еске түсірейік. Монолог дегеніміз, яғни ол бір адамның өзінің ойы, бір адамның сөзі монолог деп аталады. Ал енді мына жердегі монолог туралы ережеге назар аударайық. Монолог сөйлеушінің өз ойын бір немесе бірнеше адамға арнап айтатын ауызша сөйлеу әрекеті. Монолог жазбаша түрде де кездеседі. Екі жағдайда монолог бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы. 14-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып, мен тәуелсіз елдің ұланымын тақырыбында монолог құрап жаз. Бұл жерде тірек сөздер берілген. Енді сол тірек сөздерді пайдаланып, жерге мен тәуелсіз елдің ұланымын тақырыбында монолог құрайық. Мен тәуелсіз елдің ұланымын. Себебі Қазақстан тәуелсіз мемлекет. 1991 жылы ата-баба армандап кеткен егемендікке қол жеткізген едік. Елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев болса, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Мен өз елімде бақытты балалық шағымды өткерудемін. Менің арманым әлемге танылып, Қазақстанның атын паш ету. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.